Сәлем достар, сіздермен бүгін clasher.kz арнасы. Достар, қазір мен бірінші мастерден үшінші хрустальға түстім. Себебі бірінші мастерде дым фарм жоқ. Сондықтан мен хрустальға түстім. Мында фарм нормально, осы жерге түсуге мен сіздерге кеңес берем. Ал біз қазір мында жерді көріп тұрмыз. ТХ8 ловушка. Қазір гиганттармен біз атака жасаймыз, фарм жасаймыз. Ал бастайық. Бірінші крепшкаланы тексеріп аламыз. Опа, қабандар шықты. Оны қазір қалай құртып алсақ болады. Мына жерге лук жібереміз. Қабандар келеді. Бірінші суық сатын кезде крепшканы тазартып алыңыздар. Ол көмектеседі достар. Яд жібереміз. Яд оларды өлтіреді. Кішкене ортаға жақындатып қыздырып аламыз қабандарды. Ал яд оларды өлтіреді. Ал біз атакамызды бастаймыз гиганттармен. Содан кейін артынан мактар артындағы зданияларды мактармен тазартамыз. Ой, шайып кетті ғой. Корольдарды ой, ләқ кетті. Мактарды бұлай жібереміз, одан кейін мына жақтағы мактарды жіберейік. Бұлай менде крепшканы дракон тұр, Так, мына жерде атаканы шайып кеттім өзіме. Енді қазір мына жақтан дракондар жіберейік. Дракон тұр ойым, крепшка? Дұрыс. Дракондарда ерігіп қатегет қапты. Дракон мына жаққа барса, королева неге черный эликсир жақ көрмейді? Соған таңғалыппын. Гиганттар әлі тірі. Ал біз мактар барлығы шәлініп жоқ қалды. Соңғы нормально. Черный эликсирді алдық әйтеуір. Енді қазір золотан соңғы жерлерінде жетіп кетеміз. Atı challenge болған жоқ, нормально деп өт. Королева да өледі. Бам! Жоқ, королева басы си. Жақтарға кетті. Королева потихаря қашып кетті да, мына жақтан зданияларды ұрып жатыр, бірақ уақыт бітіп қалды. Достар, так, бүгін мен сіздерге гиганттармен фарм жасауды көрсеттім. Достар, мен бірінші мастерден түстім. Неге екен мен группада салдым. Себебі мастерде бірде-бір фарм жоқ. Бұнда ТХ11-лер енді чемпионсқа түсіп жатыр. Ал ТХ10-дар чемпионскіде жүргендер, олар мастерге түсіп, мастердегі ТХ9-дарға дамыл бермей. Енді мен балалар айтты, маған айтты, неге хрустальға түспейсің, хрустальды фарм нормально деп. Сосын мен достарымнан аккаунттармен енді хрустальда жүрген, золотой бірлерде жүрген достарыммен ойнадым. Фарм нормально кездесіп отырды. Сондықтан мен түстім. Мына жақта фарм өте керемет, енді нормально 200 мың солай кете береді.
мына жерде да қалдырып кетеді кубоктарды енді ала алмай кейде. Иә достар, сосын видеоның соңында мен сіздерге клан 4-ші уровень болды. Кланға келіңіздер, ТХ7 фулдан. Иә. Жақсы ойнап жүрсіңіздер. 310 старейшина. Старугенді істеймін мен. Иә. КВМ статистиканы көріп тұрсыздар. Кланға келіңіздер жалпы. Дамуға көмектесеміз ғой, енді барынша алғашқы КВМізді да бастадық. Енді осы КВны жеңуіміз керек. Содан кейін жақсы Алла қаласа клан 5-ші уровень болса тіпті жақсы болар еді. Кланға келіңіздер. Ал мен видеоның соңында аяқтайын. Сіздермен бүгін болған Clash.kz анасы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңыз жақыныңыздар. Келесі видеода кездескенше достар, сау саламат болыңыздар.